Фильм Мансудың үйінің ауласындағы барбекю кешінен басталады. Ол әйелі Меримен, оның бірінші некесінен туған ұлы Сиванмен және дамуында ерекшелігі бар ортақ қызы Риванмен бірге тұрады. Ер адамның өмірі нағыз бақытты шақ сияқты көрінгенімен қауіп төніп тұреді. Ол 25 жыл еңбек еткен қағаз шығаратын фабриканың жаңа иелері қызметкерлерді қысқартуды шешеді. Мансудың кәсібилігіне қарамастан, оны жұмысшылардың 1/5 бөлігімен бірге жұмыстан шығарып жібереді. Жаңа басшылық алдағы 3 айда жұмыс табу үшін оларға позитивті ойлауға ынталандыратын тұлғалық өсу коучын бөледі. 13 айдан соң Мансу дүкенде жүк тасушы болып жұмыс істеп жүреді. Оған мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігі түскенде, ол ойланбастан сұхбаттасуға аттанады. Сол үшін тіпті жұмыстан сол жерде шығып, қызметтік формасын тапсырып, іш киіммен қалуға мәжбүр болады. Moon Paper компаниясындағы сұхбаттасуда Мансу өзін сенімді ұстауға тырысып, кәсіби жетістіктері туралы айтады. Тек аман қалу ойындарын басқару әдеті бар екенін ғана жасырады. Әңгімені орындықтардың сәтсіз орналасуы, көзге түскен жарық және тісінің ауруы бұзады. Соңғы жағдайларға байланысты оны емдетуге ақшасы жетпеген еді. Өзін дұрыс көрсете алмадым деп күдіктенген Мансу үйіне оралады. Әйелі оған жинаған ақшаларының таусылғанын, енді белдікті қаттырақ буу керек екенін айтады. Балалар қосымша сабақтарынан қағылады. Жаңа көлікті қарапайымдау көлікке ауыстыруға, ал Мансудың есейген шағында арнайы сатып алып, өзі жөндеген ата-анасының үйін сатуға тура келеді. Ең қорқыныштысы, стримингтік сервистерге жазылымды тоқтату керек. Сондай-ақ отбасы Риван жақсы көретін 2 итті асырай алмайтындықтан, жағдай түзелгенше оларды Меридің ата-анасына береді. Аутист қызының сүйікті жануарларынан айырылғанына қиналғанын көтере алмаған Мансу Moon Paper кеңсесіне барып, жұмысқа алуларын жалынып сұрайды. Ол мұны дәретханадан шыға берісте жасайды. Бұл менеджердің ашуын келтіріп, күзет шақыруына себеп болады. Кешке Мансу Сон Чхоль туралы және Moon Paper жайлы рилс көреді. Мери күйеуіне бұл оның армандағы жұмыс екенін, егер Сон Чхольмен жазатайым оқиға болса, оны міндетті түрде жұмысқа алатындарын айтады. Әйелінің сөздері ер адамның жадында сақталып қалады. Келесі күні ол менеджерді барда және көшеде аңдиды. Ол телефонмен сөйлесуге тоқтағанда, Мансу бәсекелесінің басына гүл құмырасын тастау үшін үйдің төбесіне шығады. Алайда құмырадан аққан су оның қызуын басады. Мансу бір менеджер өлсе, компания келесі лайықты үміткерді алатынын түсінеді. Оның дәл өзі болатынына кепілдік жоқ. Сонда оған айлакер жоспар келеді. Ол тақырыптық журналға жалған компания атынан жұмыс туралы хабарландыру береді. Бір данасы маскүнемдікке салынған целлюлоза қағаз өнеркәсібінің жұмыссыз маманы Бом Моның қолына түседі. Қайтадан керек болатынын сезген Бом Мо шуды тастап, көрсетілген мекенжайға түйіндемесін жібереді. Мансу жалған мекенжайға жұмыссыз әріптестерінен келген хаттарды алып, түйіндемелерін сұрыптайды. Әрқайсысын талдай келе, ол кәсіби қасиеттері бойынша тізімде Бом Мо мен Си Джодан кейін 3-ші тұрғанын анықтайды. Мақсаттарын белгілеп алған соң, ер адам жоспарының келесі кезеңіне кіріседі. Ол сатып алған муляжды пайдаланып, Вьетнамда соғысқан әкесінің олжалы қаруын ауыстырып қояды. Содан кейін Мансу Бом Моның үйіне барып, дүрбімен сырттай бақылау орнатады. Алдымен ол терезеден шығып бара жатқан әйелінің ойнасын көреді. Ол бейне бақылау камерасына түспес үшін қабырғаны жағалап өтеді. Келесі күні Мансу аңдуды жалғастырады. Бом Мо серуенге шыққанда, ер адам бәсекелесін атып тастауға дайын болады, бірақ оған құрбанның әйелі ара кедергі жасайды. Оларды аңдып жүріп, Мансу серуен мен пикник кезіндегі әңгімелерін тыңдайды. Бом Мо поштаны тексеруге жүгіріп кетеді. Кенет оған сұхбаттасуға шақырту келеді. Осы кезде сәтсіз киллерді жылан шағып алып, ол домалап түсіп араның алдына құлайды. Әйел саспастан уды сорып алу үшін тістеген жерді тіліп жібереді. Жеткілікті білдім деп шешкен Мансу кісі өлтіруге дайындалады. Бірақ үйге кіргенде нысананың орнына күйеуіне жас әріптесімен опасыздық жасап жатқан араны табады. Мансу қызы мен әйелін алып үйге қайтады. Мери жас тіс дәрігері Джин Хоның ассистенті болып жұмыс істейді. Бұл күйеуінің қызғанышын тудырады. Келесі жолы ол Бом Моның үйіне араның үйде екенін білместен кіреді. Үй иесі мас күйінде музыка тыңдап отырғанда, киллер оны атуға жақындайды. Оянып кеткен Бом Мо оны әйелінің ойнасы деп ойлап, ұрсыса бастайды. Әңгімені естіген ара тапанша ұстаған бейтаныс адамды көріп, иесінен тандыру үшін білдіртпей жақындайды.
Бірақ ол күйеуін басқа жұмыс таба алмаған үшін ұялта бастағанда әйел кідіп қалады. Әйелді байқаған Мансу қорыққаннан оқ атып, бомб оны иығынан жаралайды. Ара оның басынан ұрады, қонақ қаруын түсіріп алады. Екі еркек пен әйелдің арасында ұзақ алыс басталады. Әрқайсысы қаруды бірінші алуға тырысады. Шкаф астына домалап кеткен қару араға бұйырады, бірақ ол оны дұрыс ұстамайды. Мансу қашып кетеді, бірақ шыға берісте оқ дауысын естиді. Ерлі зайыптылар қуа жөнелген, бірақ жалқау күйеуінен шаршаған әйел эмоцияға беріліп, бомб оны атып тастаған еді. Қорыққан Мансу ұстады. Үйге қайтар жолда ол әйелі екеуі шақырылған костюмді кешті есіне алады. Кешігіп барған ол күйеуін күтпеген Мэридің тіс дәрігерімен билеп жүргенін көріп, қызғанышы одан сайын өршиді. Көңілі қалған Мансу бомб оның үйіне оралып, араның ойнасымен бірге күйеуінің денесін және қаруды көміп жатқанын көреді. Олар үйге кіргенде, Мансу жаңбыр астында моланы қазып қаруды алып алады. Оның әлі мақсаты бар. Үйге оралғанда оны әйелімен ұзақ және қажытатын ұрыс күтіп тұреді. Мэри де оны опасыздық жасады деп күдіктенеді, өйткені ол күн сайын сұхбаттасуға барамын деп кетеді. Сезімге ерік берген ер адам әйелі жеп қойған миын орнына қоюға тырысқандай басын қабырғаға ұрады. Келесі күні Мансу Си Джо сатушы болып істейтін аяқ киім дүкеніне барады. Оның дүкеніне қызының кіргенін көрген келелердің сенімі шайқалады. Ол кеткісі келеді, бірақ сатушы оны тоқтатып қалуын сұрайды. Болары болды деп шешкен Мансу сеніміне кіру үшін қысқартуға ілінгенін, және қазір қызына сыйлыққа аяқ киім іздеп жүргенін айтады. Ол дүкен жабылған соң қызымен бірге келіп, аяқ киім өлшеуге келіседі. Си Джо күтуге келіседі, өйткені ол сатылым пайызына жұмыс істейді. Алайда Мансу оралмайды. Ол бәсекелесін тас жолда күтіп, көлігі бұзылғандай сыңай танытады. Өлтіруші доседен нысананың техниканы түсінетінін және жөндеуге көмектесуге келісетінін біледі, өйткені үнемделген ақша аяқ киім алуға кетеді. Си Джо капот астын шұқылап жатқанда Мансу тапаншасын шығарады. Бірінші оқ атылмай қалады, құрбан қашпақ болады, бірақ екінші оқпен өлтіруші оны қуып жетеді. Мансу денені көлігінің жүксалғышына жасырып, қылмыс орнын қанды шалшықтағы гильзамен бірге тастап кетеді. Үйге өлі денемен оралған Мансу оны қайда жасырарын ойлайды. Ештеңе таппаған соң таңға дейін бағында көр қазады да, күші таусылып диванға құлайды. Түнде жасөспірім ұлы терезеден шатырға темекі шегуге шығады. Жоғарыдан ол әкесінің түрлі түсті пленкамен жабылған жылыжайда бірдеңе істеп жатқанын көреді. Мұқият қарағанда ол денеге ұқсас нәрсені және ер адамның қолындағы бензараны байқайды. Бірақ Мансу мәйітті бөлшектей алмай, оны бақша сыммен текше, куб пішініне келтіріп байлайды да, бақшаға көміп, үстін ағашпен жауып қояды. Таңертең Мансуға екі полиция детективі келеді. Олар Мо мен Си Джоның жоғалуын тергеп жүр. Екеуін біріктіретін нәрсе, олар целлюлоза қағаз саласында жұмыс істеген және жоғалар алдында Moon Paper-ге түйіндеме жіберген. Детективтер мұны Си Джоның көлігінен телефонын тапқанда білген. Компания менеджері оған жұмысқа шақыру үшін қоңырау шалып, бұл жоғалған екінші кандидат екенін айтқан. Мансу да үміткерлер тізімінде болғандықтан детективтер онымен сөйлескісі келген. Бірақ ол сыр бермейді, тек бәсекелестердің өлгенін айтып қалып, өзін ұстап бере жаздайды. Мансу өзі жоғалғанда полицияға хабарлауға уәде береді, бірақ оның әзілі өтпейді. Полиция келгеніне қарамастан, Мансу жоспарын жалғастырады. Ол қызметін алғысы келетін компанияның қазіргі менеджері Сон Чхольді үйінің жанында аңдиды. Оның ішімдікке құмар екенін білетін Мансу әріптесіне ішуді ұсынады. Оның үстіне ол үйге қызып келген еді. Үстел басында қонақ үй иесіне құйып отырады, ал өзі білдіртпей үстел астындағы ыдысқа төгіп отырады. Қағаз өндірісінің қыр-сыры туралы әңгіме барысында Сон Чхоль қонағына риза болып, оны көмекші етіп алмақшы болады. Сон Чхоль сырамен бокал алып шығып, сиқырлы балық, ерш жасауды ұсынады. Қадалып тұрған көзқарас астында төгіп тастау мүмкін болмағандықтан Мансу ішуге мәжбүр болады. 9 жылдан кейінгі алғашқы ішімдік тәжірибелі маскүнемнің жанын тебірентеді. Қызып алған қонақ тістеуікті алып шығып, соңғы кездері маза бермеген ауру тісін наркоссыз жұлып тастайды. Сосын достар аулаға шығып, Сон Чхоль есінен танып қалғанша барбекюге от жағады. Бұл уақытта үйде Сиван анасына түнде әкесінің мәйітті бөлшектегенге ұқсас күдікті іс-әрекет жасағанын айтады. Ұлын ұйықтауға жіберіп, әйел тексеруге бақшаға шығады.
Жауап іздеп, ол жаңа қазылған шұңқырды қаза бастайды. Ақыры жерге көмілген бір денеге тап болады. Осыдан кейін ол кезекті сұхбаттасуға кеткен күйеуіне қоңырау шалады. Мансу бұл уақытта мас болып ұйықтап жатқан соң чхольді байлап, аузын скотчпен жауып, мойнына дейін көміп тастаған еді. Ол қоңырауға жауап беріп, қуанышты жаңалықты хабарлайды. Армандаған қызмет енді оныкі. Мери күйеуінің мұның бәріне отбасы үшін барғанын түсініп, оның қорқынышты құпиясын ашқанын айтпайды, бірақ барлық жағдайда қолдауға уәде береді. Содан кейін ол ұлына әкесінің аулаға шошқа көмгенін айтып алдайды. Жерді тыңайтуға арналған ескі дәстүр екен. Мансу скотчты тіліп, құрбанның аузына құйғыш салып, оған тартылған шұжық пен арақты араластырып құяды. Сон Чхоль осы қоспадан тұншығып өлгенде, өлтіруші денені үйге сүйреп апарып, жазатайым оқиғаны ішіп алып, құсығына тұншығып өлгенде етіп жасайды. Мансудың өзі де бір кездері осылай өле жаздап, шуды тастаған екен. Таң ата риза болған ер адам үйіне оралады. Онда оны әйелі күтіп отырған. Мери сәл суық және алыстау болса да, күйеуін құшақтайды, өйткені ол отбасының қамын ойлап жүр. Ол ортақ игілік үшін бәрін білетінін айтпайды. Көп ұзамай Мансу қалған үміткерлердің ең үздігі ретінде зауытқа менеджер болып орналасады. Сұхбаттасуда ол өндірістің толық автоматтандырылғанын және өзінің жалғыз қызметкер роботтарды қосып өшіретін адам болатынын біледі. Осыдан кейін балалар иттерін қайтарып алады. Полицейлер Мансуға істің барысын айтуға тағы келеді. Олар Бом Мо мен Си Джоның кезінде бірге жұмыс істегенін және қағаз өндіретін кәсіпорынды алаяқтық жолмен сатып алуға қатысы болуы мүмкін екенін анықтаған. Тергеудің болжамы бойынша Бом Мо сыбайласын өлтіріп қашып кеткен. Мұны араның куәлігі растайды. Ол күйеуінде тіркелмеген тапанша және депрессия болғанын айтқан. Мансу алғашқы жұмыс күніне кеткенде ұлы досымен қыдыруға кетеді, ал Мери жоғары қабаттан қызының виолончельде ойнап жатқанын естиді. Оның үстіне ол ноталарды өзінің ерекше әдісімен жазып алыпты. Бұған дейін аутизмге байланысты ол үйде ешқашан ойнамайтын, тек репетиторда ойнайтын. Кептелісте тұрып, Мансу адамсыз зауытқа жетеді. Сол жерде қуаныштан айқайлап жібереді. Содан кейін ол жансыз механизмдерді іске қосады. Олар іске кіріседі, ал жалғыз жұмысшы араларында жүріп, процесті бақылайды. Ол осыған соншалықты ұзақ және қиын жолмен жеткен еді. Фильм осымен аяқталады.